Ардақты ғалым доктор Оғыз Доған мырза бауырымызға осы өзінің арнасының көрермендеріне үндеу етуіме мүмкіндік бергеніне үлкен алғысымды білдіремін. Мен Ислам Жүсіп, шығыстанушы, дінтанушы, көп жыл 20 елде қызмет қылғам, содан көп тәжірибе жинағам. Ал Оғыз мырза туралы біз бәріміз енді көпшілігіміз 3 жыл бұрын бірінші естідік. Ол кісі Айр Астана, сосын одан соң банкаларда біздің мемлекет тілдің мүддесін қорғап, үлкен батырлық жасады. Өйткені өздеріңіз бәріңіз білесіздер, совет уақытынан бері келе жатқан бір сондай бір шектен шыққан интернационализміміз бар қазақтарда. Соншама басқа тілдерді, басқа халықтарды басымызға отырғызып тұрып сыйлайтын жағдайға жеткенбіз. Екі ортада егемендік алғаннан бері қазақ халқы оянып, әжептәуір тілімізге, дінімізге көп бетбұрыс болып еді, бірақ осы соңғы жылдары білмеймін, әлеуметтік жағдайынан ба әжептәуір бір шегініс болып кетті. Сол екі ортада сонау Түркиядан келіп, бауырымыз қазақтарға қазақ тілінің қадірін, қазақ тілінің қасиетін көрсетіп, халықты ояндырғанына өте риза болдым. Содан әр орталарда қауесет сөз, түрлі әңгімелердің арасында болғанымда, мен осы Оғыз мырзаны азамат ретінде, қазақ ретінде әрқашан қолдап жүрдім. Кейін жағы таныстық, танысқаннан кейін одан сайын құрметім көбейді. Неге олай болғаны? Себебі Оғыз бауырымыз бен біздің айырмашылығымыз, бізде отаршылық заманда қазақтарды әбден әлгі аяқ асты қып, ұлы халықтың көлеңкесінде жүрген қып, ынжық қып тәрбиелеуге тырысқан. Соңғы 300 жыл тарихтан бері арамыздан шыққан зиялы, білімді, мықты азаматтарымызды қорлап, оларды әрқашан жоқ қылуға тырысты. Содан халықтың көбі әлгі бұғып қалды. Ал әлбетте советтің өзінде намысын қорғаған, тілін сақтаған, дінін ұстаған қазақтар көп болды. Бірақ бәрібір көпшіліктің аты көпшілік, советтік, коммунистік идеология өте басым болды. Содан халық көп қиналды, халықтың сана сезімін көп уландырды. Менің мысалы өзімнің үйімде аталарымды көріп өстім. Аталарым үйде ешқашан орысша сөйлеткізбейтін. Аналарым егер орысша сөйлесе, жауап бермей ренжитін. Далада орысша сөйлесең де, үйге кіргенде тек қана қазақ тілінде сөйле деп. Біздің үйімізде әрқашан діни мейрамдар тойланды. Мысалы, атам айтатын, Новый год бұл орыстардың жаңа жылы. Ал мұсылман, түріктің жаңа жылы Наурыз деп. Әрқашан жеті атамды жаттатқызып, сен арғын, қарауыл, қанайсың деп әрқашан ұғындырып, үйде өзіміздің асыл бабаларымыз, аталарымыз туралы көп әңгімелер айтылушы еді. Өкінішке орай,
қазіргі 80-70-тегі үлкендеріміз, олар советтің нағыз әлгі октябренок, пионер, комсомол, коммунист болған кісілер. Олар сол советтің саясатының, советтің тәрбиесін әбден көріп, сонымен өскендер. Сол үшін қазір үлкендерге ренжіп та болмайды. Мен кейде көшеде келе жатқан кезде үлкен қария ақсақалдар, жасқа қарағанда ақсақал, бірақ заты ақсақал емес. Жасына қарағанда шешей деуге болушы еді, бірақ шешей деуге атым бармайтын қысқа етекті апаларды көріп тұрам. Олар өзінің немерелерімен 5-4 жасар сәбилермен шәукілдесіп, басқа тілде сөйлеп атады. Мен енді тоқтап кейде айтам, кешіресіз, ренжімеңіз, ауыр сөз айттым. Сіз неге мына жазықсыз сәбиге өзіміздің ана тілімізбен сөйлемейсіз? Неге дұрыс тәрбие бермейсіз деген сөзімде көбіне әлбетте жаңағы үлкен кісілер қысылып, ұялып қалады. Ендігәрі білем, ендігәрі үйретем дегендей. Ал кейде тіпті ісің болмасын, жолыңмен жүре бер, кете бер деп жаңағыдай қатал да жауап беретіндер бар. Бірақ бір-бірімізге айтумен, бір-бірімізге ескертумен ел боламыз деп жатырмын. Сол үшін мына Оғыз бауырымыз мысалы сонау Осман империясынан келген 700 жыл шарапатты тарихы бар елден келді. Олар әрқашан жақсы тәрбие, түркі мәдениетпен өскен. Олар түріктің жанашыры тек қана түрк деп өскен адамдар. Сол үшін Оғыз жиеніміз, анасы қазақ, Оғыз жиеніміз, түркі ініміз елімізге келіп осында үлкен қызмет жасағанға мен әрқашан қуанып, қолдауымды көрсетуге тырысып атам. Бәріміз кеше Азербайжанда, Қарабақта біздің Азербайжан бауырларымыз қан төгіп атқан кезде жанымызбен, тәнімізбен уайымдап, қолдап, тілегімізді айтып, көмекке дайын болып тұрдық. Ол неден дейсіздер? Ол біз бір түркі халықпыз. Түркі жауынгер халық. Бірақ соңғы 300 жылдан бері біздің қазаққа сен көкбөрі түрк дегеннен сен әлгі ынжық орыстың қасында жүрген бір бейшара қазақты үйрете берген. Содан біз Аллаға шүкір, ондай болып қалған жоқпыз. Арамызда батыр, батыл, мәрт адамдар көп. Бірақ өкінішке орай арамызда космополиттер де көп. Тілімізді де білмейді, дінімізді де қадірлемейтін. Қазір дүние деген глобализация, технология, ғылым, білім, тек соны ғана қуымыз керек. Не боласындар әлгі ескі қотырды қасып, тілді қайдағы отсталый, кері қайтаратын дінді жандандырып деп. Олардың ойлары тек қана құлқынға, тек қана қалтаға. Ал келешекті, олтын, отанын ойлаған патриоттар әрқашан өзінің белгілі тиісті шаруасын атқара бергей. Осы Оғыз бауырымыздың арнасы осы қазаққа қазақ екенін үйретіп, еске түсіріп, қызмет қылып, тілдің бүкіл кемістіктерін ашып, қай жерде, қай қазақ осы тілге қызмет қылып атқанды көрсетіп, басымызды біріктіріп, және де екі ортада бізді түркі әлемге байластырып, ұмытпаңдар, біз бәріміз көк түрікпіз деп көрсетіп тұрған арна. Содан мен осы арнаны әрқашан сүйсініп қарайым. Келерде де аманшылық болса, осы арнаға өзімнің көп тақырыптар бойынша пікір айтуға дайынмын.
Аман болайық, бірге болайық, алға Қазақстан.